Сәлем достар, менің атым Тамерлан. Менің болса атым Орлан. Біз Шымкент қаласы номер 79 жалпы орта білім беретін мектептің 7 сынып оқушыларымыз. Біз бүгін өсімдіктердің қалай тыныс алатынын зерттейміз. Бүгін сіздерге екі тәжірибе көрсетеміз. Біріншісі тыныс алу процесі, екіншісі фотосинтез болады. Алдымен тыныс алу процесінің тыныс алу өсімдіктер қалай қараңғыда тыныс алуын көрейік. Әк-суын дайындап қойдық. Сол үшін біз ауа кірмейтіндей қылдырып, өсімдіктің әк-сумен бірге жауып қоямыз. Ал екіншісін ашын өсімдіксіз вакуум қалпағымен жауып қоямыз. Таңғы жерге сағат енді 24 сағат күтеміз. Сағаттан кейін біздің мөлдір суымыз лайнап кеткенін көріп тұрмыз. Бұл өсімдіктің көмірқышқыл газының бөлгенінің дәлелі, яғни өсімдік те біз сияқты тыныс алады. Біздің екінші тәжірибеміздің аты фотосинтез. Ол үшін бізге керек жапырақ тескіш және үй жағдайында жапырақтар болады. Және шприц және ас содасы мен таза суға керек болады. Бір судың ішіне ас тұзын себеміз. Енді біз жапырақтарды тесейік. Стақанға да сұйық сабынды құяйын. Сұйық сабын жапырақтардың еркін қалқып шығу үшін қажет. Енді біз шприцқа жапырақтарды саламыз. Сәл су құямыз. Сосын ішіндегі ауасын шығарамыз. Енді әрқайсысына бөліп жапырақтарды салып шығуымыз қажет. Енді біздің судағы жапырақтарымыз жапып көзіне қоямыз. Жарық піскен кезінде біз жапырақтарымыз біздің судың үстіне қалқып шығады. Себебі жарықта фотосинтез жүріп, оттегі бөлінді. Оттектің көпіршіктері жапырақты жоғары қарай көтеріп жібереді. Назарларыңызға рахмет.